Jar ve majrur деген söz, mınau harfu jar, artından kelgen isim majrur. Yani elik septiginde kelip turgan söz деген söz. Mutaalliqani baylanışda a'uzu деген yetiştikpen. Şerrun kelimesi sözü mudaf. Mudaf деген söz artından mudaf ileyh kelet деген söz. Sonuçtan мәміздің қысқаша ирабы isim mausul, yani относительный местоимение дейді орыстар, алайда біздің қазақшада оның бір баламасы жоқ. Қандай орында тұр? Мәжрур орында тұр. Мудаф илейхтің мәжрур махалында келіп тұр дейді. Халақа деген сылат маусул жүмлесі. Қараңыздар, халақа өткен шақ, фи'лун мадин, фаил бастаушы, оның дамир мустатир жасырын есімдік, тақдирі хуа кімге қайтып тұр? Раббин наске қайтып тұр. Яғни Раббил фалаққа қайтып тұр. Негізі мына жерде нас қолданылмады, Раббил фалаққа қайтып тұр. Ва жүмлет халақ сөйлесі сылат ма. Сылат деген сөз артынан, исім маусулдердің артынан келген сөйлемдерге сылат маусул дейді. Енді нөлден бастаған кісілер үшін мына жерді білу міндетті емес. Білу керекті нәрсе ол мен деген көмекші сөзден кейін сөздің соңы кесрамен келді. Артынан кімнің, ненің деген изафеттің екінші мүшесі келіп тұр. Алайда ол мынандай құрмалас сөйлемнің бағылыңқылы құрмалас сөйлемнің бағылыңқылы сөйлемі түрінде келіп тұр дейікші. Аслында от зла того, что он создал. Орысша дәл келеді, қараңыздар. От зла того, что создал Аллах дегенді білдіреді. Сонда Аллахтың жаратқан нәрсесінің бүкіл мақлұқаттарының шәрінен, кесірінен, зиянынан, беретін жәбірінен сыйынамын дегенді білдіреді. Ал енді сұрақтарыңыз бар ма осы аятқа байланысты? Микрофонды ашып сұрасаңыздар болады. Мысалы ше, былай айтуға бола ма? Дұға оқыған кезде Аллах өзі жаратқан зұлымдықтардан қорғасын деп айтуға болады ма негізінде? Аллах жаратқан нәрселердің жамандығынан. Өйткені Алланың жаратқан бар нәрсесінде біздер үшін негізінде өзі жаратылған нәрседе бір проблема жоқ. Алайда оның шәррінде біз шәррінен сыйынуымыз керек біздер. Қазіргі кезде білесіздер ғой, мына биологияда ойбай мына құрттар жеп баратыр деп, құстарды өлтіріп тастасақ, неде егістікте құрттар көбейіп кетеді, құрттарды өлтіріп тастаса тағы бір нәрсе көбейіп кетеді деген сияқты біздер біле алмаймыз. Алланың жаратқан нәрселерінде біздер үшін қандай зиян бар. Ол жаратқан нәрседе пайда да болуы мүмкін. Алайда біздер несінен бүкіл жаратқан нәрсесінен емес, жаратқан нәрсесінің біздерге келтіретін зиянынан сыйынып тұрмыз. Сондықтан Алла жаратқан нәрселердің зиянынан. Алла жаратқан нәрселердің. Сіздер әшін кезде де Аллахумма аузу бика мин шарри ма халақта де дұғада мысалы қолдануға болады. Мысалда мен сыйынамын, қараңыздар, аузу, Аллахумма дейсіздер ең алдымен. Аллахумма, ей Алла, аузу, сыйынамын. Кімге? Бика, саған. Мен шәрри, шәррінен. Ма деймізді, сен жараттың дегендіктен етсізді жітейміз қада. Сен жаратқан нәрсенің шәррінен сыйынамын. Ал егерде Аллахумма демесеңіздер, онда әшін айтуларыңызға болады. Аузу келейді, аузу билля, немесе мына сен дегенді қолданғыларыңыз келмесе, әлі ол тақырыпты өткен жоқпыз. Мысалы, аузу билля, қараңыздар, Аллаға сыйынамын. Неден? Мен шәрри ма хала, жаратқан нәрселерінің шәррінен. Мұны кез келген бір қорыққан, я да бір түнде болады ғой, мысалы сыртқа шықтыңыз, бақшаға шықтыңыз, кез келген нәрсенің кесірі болуы мүмкін. Сондай жағдайда аузу биллахи мин шарри ма халақ. Алланың жаратқан нәрселерінің шәррінен Аллаға сыйынамын дегенді білдіреді. Бұл дұға ниетінде. Басқа сұрақ бар ма? Мәні түсіндік пе? Аз мен ана грамматикаларды айтып жатсыз ғой. Соларды қақпай жатырмшы. Алып кете алам ба? Мысалы, музафет деп өтіп кетіп жатсыз ғой. Мен мысалы, олар арабшалап айтқан кезіңізде не екенін қақпай жатырмыншы. Иә, исім маусул деп айтқандықтан ба, изафет деп айтқандықтан ба? Изафетті қайта-қайта қайталап. Изафеттің тіркесті есіме түсті да. Түсіндіңіз, иә? Изафетті тіркесті түсіндіңіз? Мына фәғилі мәфулу деген ба? Мына жерді сіздер білуге міндетті емессіздер, әсіресе жаңадан бастағандар. Жаңадан бастаған кісілер үшін мен сыйынамын.
кімге бимен келді? Рабби, Раббысына, ненің? Таңның. Неден? Кесірінен. Ненің кесірінен? Нәрсенің ол жаратқан нәрсенің шәрінен Аллаға сыйынамын. Қазіргі енді еш грамматика білмеген кісі үшін әсіресе жайлап сіздер үйде де үнген қарауларыңызға болады. Мыналар қандай терминмен аталатындарын көрсетіп тұр ғой. Негізі сіздерге мына ираб үшін өзім отдельно видео түсіріп, түсіндіріп, сіздерге видео қалдырғым келіп тұр. Құдай қаласа, ілгеріде өздеріңіз қайтадан қарау үшін. Қазір сіздер білуіңіз керек нәрсе ол әузу деген етістікте екі көмекші сөз бар. Оның артынан келген сөздерде кесра. Ал мына сөздің кесра ретінде келуі қазақшадағы кімнің, ненің деген сұраққа жауап беретін изафеттің екінші мүшесі болғандықтан кесрамен келіп тұр. Мына жерде де көмекші сөз келді артынан, яғни предлог келді артынан кесрамен келді. Артынан мынандай тіркестер әрине біздің тілімізде қазақшада жоқ, біраз орысшада бар. То, что, того, что деген сияқты тіркеске сәйкес еді. Қайта үстіне қарау арқылы, аудармасына қарау арқылы бұны отырғызуларыңызға болады. Біздер сіздермен бұның аудармасын сіздерге бөлістік, бұны мына ненің документтің соңында да иншалла беретін боламыз. Басқа сұрақ жоқ болса, келесі жалғасын жалғастырайық. Уә деп келетін болса, уә деген сөз біздегі өтір, және дегенді білдіреді. Егер бір ғана уә келсе, онда бірден және дейсіздер, яда мен дейсіздер, ана мен мынау дейсіздер ғой, яда Айгүл және Нұргүл деген сияқты да. Уә, тағы да мен келіп тұр. Олай болатын болса, бұның басында да мынау бар деп ойлаңыздар. Әузу би раббил фалақ не мағынаға келетін еді? Арттан бастап аударасыздар. Дауыстап айтайық. Таңның Раббысына сыйынамын. Неден сыйынамын? Мен шәрре кесірінен. Енді ненің кесірінен? Жаңа сөз ғасиқин. Басына әл артикль алмайда келе алады. Екінші мүше. Алайда ілік септігінде тұр, қараңыздар, ғасиқин. Ғасиқун атау септігінде мынаның орындары ауысып кетті, қыздар. Мына жаққа ауысу керек. Атау септігінде ғасиқун, ілік септігінде көмекші сөз. Мына жерде бізде изафеттің екінші мүшесі болып келгендіктен мынандай фиолетовыймен бояп жатырмын. Ілік септігінде тұр, алайда белгісіз халде басында әл артиклі жоқ болса тәнвині тұрады. Қараңғы түннің кесірінен. Олай болатын болса, қайтадан айтқан сияқтымыз ғой, әузу би раббил фалақ, тағы да ненің кесірінен сыйынамын? Тек қана жаратылған нәрселердің емес, уа мин шарри ғасиқин, қараңғы түннің, әсіресе түннің қап-қараңғы болып басқан кезі, қараңғы түн деп, сондықтан бір сөзбен ғасиқ сөзін айтады. Уа мин шарри ғасиқин. Бұл жер түсінікті ме? Әл артиклі алмайда келеді, изафеттің екінші мүшесі, алайда мынандай кесрамен ғана келмейді, өйткені әл артиклі жоқ болса тәнвині тұрады. Сондықтан сіздерге үнемі кішкене үйренсін деп мынандай үш септікте сөздерді беруге тырыстық. Ғасиқун, ғасиқин, ғасиқан, белгісіз халде. Әл артиклі алса, әл-ғасиқу, әл-ғасиқи, әл-ғасиқа. Ал бізде мына формасы қолданылып тұр, изафеттің екінші мүшесі ретінде. Мына жер итакта көмекші сөз предлогтан кейін исм мәжрур ретінде, мудаф, ал мынау мудаф иле мәжрур түрінде келіп тұр. Енді жаңа бір тақырып ретінде мына жер қосылып тұр. Иза уақаба. Осыған кішкене тоқталамыз. Қандай кезде қараңғы түннің кесірінен сыйыну керектігін айтады? Қай кезде деген сұраққа жауап берейік. Уақаба яқабу, қараңғылық басты деген етістік. Арабшада иза деген сөз, бұл қосымшаларға жатады, негізінде есім деп те қарайтындар бар. Пысықтауышты білдіреді, алайда екі мағынасы бар. Кей сөйлемдерде шартты білдіреді, ал кей сөйлемдерде мезгілді білдіреді. Біздегі кезде дегенді қазақшада айтамыз ғой, мынандай болған кезде дейміз ғой. Сол кезде дегенді білдіретін сөз дейікші. Сонда қараңыздар, уа мин шарри ғасиқин, қараңғы түннің кесірінен сыйынамын қай кезде? Иза уақаба, басқан кезде, қараңғылық түскен кезде. Біз қараңғылық деп екі рет айтсақ та болады, екі рет айтпасақ та болады. Қараңғылық түскен кезде кесірінен сыйынамын деп қазақша аударып жүр, алайда қараңғы түннің кесірінен түскен кезінде, басқан кезінде сыйынамын деп айтсақ та болады.
Қайтадан мына жерді түзететін болсақ, мысалда, 2 рет қайталамау үшін қараңғы түннің кесірінен қай кезде? Түскен кезде, басқан кезде, түскен кезде, немесе басқан кезде таңның рабысына сыйынамын. Осындай түрде келтірді. Сұрақ. Уахаба деген сонда қараңғы түн деген қараңғылықтың басуы. Жай етістік қой бұл. Мысалы, қараңғы болған кезде дейміз біз, тікелей бірақ сөзбен айтуға да болушы еді. Қараңғы түннің кесірінен сыйынамын. Алайда сол қараңғы түннің кесірінен сол түн басқан кезде сыйынамын. Сол түннің қараңғы түн түскен кезде сыйынамын деген сияқты. Білесіздер, түн бірден кеш түскен кезден бастап арабшада түн болып саналады да, күн батқан кезден бастап. Алайда жайлап қарая бастайды ғой. Содан кейін түннің ортасына қарай тас қараңғы болады ғой. Сол тас қараңғы сәтте, енді бұрынғы заманда свет жоқ, еш нәрсе жоқ заман ғой, мысалы да. Қараңғы түсте тіпті свет болса да, біз мысалы егерде көзімізбен байқамай қалсақ, оның кесірі тиюі мүмкін да, кезген шағып алады, тағы басқа деген сияқты. Сондықтан шамамыз келгенінше біздер Алланың біздерге сыйын деген үйретіп тұрған нәрсесінен сыйынғандығымыз дұрыс. Білесіздер, Нас Фалақ сүресінен бұрын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неше түрлі дұғалар оқитын болған. Алайда пайғамбарымызға сиқыр жасалғаннан кейін бұл 2 сүре түседі ғой. Содан кейін бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үнемі осы 2 сүрені оқитын болған. Түнде жатар уақытында 7 рет оқып жатыңыз деген. Алақаныңызға дем салып, кәдімгідей сол деміңізбен басыңыздан бастап денеңізді сипап жатыңыз дейді. Сондықтан шама келгенше біздер Аллаға сыйынамыз. Аллаға сыйыну бір жағы дұға болса, я Рабби бізді бұдан сақта деген болса, бір жағынан ғибадат. Өйткені дұға жасау арқылы біздер дүниеде оның пайдасын көреміз, ертелі кеш, яда ақыретте оның сауап болып қайтқандығын көреміз. Сондықтан біз бұл сүрелерді оқу арқылы, әрі Құранды оқу әрбір әрпіне 10 сауаптан жазылып жатса, әрі пайғамбардың саллаллаху алейхи вассаламның сүннетін орындау сауабына барып жатсақ, әрі дұға жасаған боламыз, әрі ол дұғаның баратын 3-ақ жері бар дейді. Бірі дүниеде бірден қабыл болады, не ол емес басқа басыңызға келе жатқан кесірдің алдына барып кедергі болып тұрады, яда ақыретте сіздерге қабыл болмаған дүниеде дұғалар сауап болып қайтады дейді. Сондықтан негізі ықылас қой бар нәрсе.